Бүгінгі біздің кейіпкерлерімізді инвестиция немесе қаржыға қызығатын көпшілік таниды. Одан бөлек олар қандай акцияларды сатып алды немесе жетістігінің құпиясы неде екенін білгісі келеді. Рэй Далио, Питер Линч пен Уоррен Баффет рок жұлдыздар секілді танымал. Инвестицияның акулалары қалай жетістікке жетті және қандай стратегия қолданғанына бүгін көз жүгіртіп көреміз. Бұл Жусан Инвест, лайк басып, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. Егер Уоррен Баффеттен бастамасақ, қателік болатын шығар. Қаржы нарығының алып тұлғасы 1930 жылы ақш-тың Омаха қаласында саясаткер және кәсіпкер Говард Баффеттің отбасында дүниеге келген. 11 жасында өзінің бірінші акциясын сатып алып, ал 32 жасында алғашқы миллионына қол жеткізген. Ол Колумбия университетінде Бенджамин Грэм қарамағында білім алып, келесі жетістіктерінің бәрін сол Грэмнен алған біліммен байланыстырады. Айтпақшы, Бенджамин Грэмнің ақылды инвестор атты кітабы бар, оқуға кеңес беремін. Баффеттің пікірінше бұл кітап инвестицияға қатысты жазылған ең керемет әрі пайдалы туынды. Баффет бірден атақты инвестор болмады. Кезінде өзі акцияларын сатып алған қарапайым тоқыма фабрикасы Berkshire Hathaway әрі қаржылық холдингке айналғаннан кейін ғана 60 жастан аса отырып, ол өзінің негізгі байлығына қол жеткізді. Жыл өткен сайын Баффет өзінің лайықты бағасын алмаған әр түрлі салалардағы компаниялар акциясын сатып алып отырды. Бүгінгі таңда Berkshire Hathaway портфелінде Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum және Kraft Heinz сияқты компаниялардың айтарлықтай үлесі бар. Баффет өзі инвестициялаған компаниялардың басқару жүйесіне белсенді қатысып, олардың бірнеше есе өсуіне ықпал етті. Неліктен Баффетті бәрі қазіргі заманның ең үздік инвесторы деп атайды? Себебі 1965 жылдан бастап Berkshire Hathaway портфеліндегі акциялар жылына орта есеппен 20%-ға өсіп келеді. Мұндай кірісті көп жерден табу қиын. Уоррен Баффет стратегиясы. Омахалық Оракулда ешқашан бірыңғай стратегия болмаған, дегенмен ол өз принциптерін Бенджамин Грэмнің теориялары аясында құрып отырған. Баффеттің ұстазы сенімді маржасы бар компаниялардың акцияларын, яғни нарық әділ бағасын бермеген, айтарлықтай қарызы жоқ, директорлар құрамында кәсіби мамандар бар және тұрақты қаржылық көрсеткіштерге ие акцияларды сатып алуға бағыттап отырды. Оның ең маңызды әрі үнемі ұсынылатын ережесі келесідей: инвестор бизнестің жұмыс барысы мен табыс принциптерін түсінуі тиіс. Ұзақ мерзімді перспективаға бағытталған стратегия өз жемісін беріп, бүгінгі күнде Баффет ең бай инвесторлар қатарында. Одан бөлек Грэм айтқандай, нарық әділ бағасын бермеген акцияларды дер кезінде сатып алу болашақта көп табыс алып келуі мүмкін. Көпшілігіңіз Vanguard S&P 500 ETF, Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF, Vanguard FTSE Developed Market ETF секілді индекстер жайлы естіген боларсыз. Толық тізімді Жусан қосымшасындағы инвестициялар бөлімінен таба аласыз. Сонымен біздің екінші кейіпкеріміз The Vanguard негізін қалаушы және индекстік инвестициялау тұжырымдамасын жасаған Джон Богл. Ол 1929 жылы ақш-та Монклер аймағында дүниеге келіп, 2019 жылы 89 жасында өмірден озды. Принстон университетінде экономика саласы бойынша білім алды. Богл өмірінің 20 жылын Wellington Management компаниясындағы жұмысқа арнады. 1973 жылы The Vanguard Group компаниясын құрып, 1975 жылы ол жерде бөлшек инвесторларға арналған алғашқы индекс қорын құрды. Ол индекске инвестиция құю капитал жинаудың жалғыз ақылға қонымды тәсілі деген ұстаныммен өмір сүрді. Богл өзінің бір кітабында көп шөп үйіндісінде кездесу мүмкін ине жайлы ұмытыңыз. Сол инені табу үшін бүкіл үйіндіні сатып алыңыз деп жазған. Бастапқыда көптеген адамдар оның идеясын шынайы қабылдамай, бірақ уақыт өте келе индекске инвестициялау көпшілік арасында таныла бастады. 2018 жылға қарай Vanguard $5 триллион астам активтерді басқарып, ал инвесторлар саны 20 миллионнан асты. Джон Богл стратегиясы. Инвестор бірден жүздеген ірі компаниялардың акцияларына ақша салып, нарық деңгейінде кепіл табыс ала алады деп сенген. Бұл ретте бағалы қағаздарды өз бетінше іріктеумен айналысудың қажеті жоқ.
Google нарық әлі де жеке стратегияларды басып озады деп санап келді. Google'дың стратегияларында басқару шығындарына баса назар аударған. Сондықтан Vanguard қор комиссиялары үнемі минималды деңгейде. Егер осыдан кейін сізде Ерасыл, Қазақстанда осындай қорлар бар ма? Немесе бұл қорларға теңге арқылы инвестициялауға бола ма деген сұрақ туындаса, менің жауабым иә, әрине. Мысалы, Жусан Инвест басқаруында бірнеше тартымды қорлар бар. Бұл қорларға 100 теңгеден бастап инвестициялауға мүмкіндік бар. Осы видеоның төменгі жағында көрсетілген мәліметтер арасында қорлармен толығырақ таныса аласыз. Бүгінгі шығарылымдағы үшінші кейіпкеріміз «Принциптер» атты кітаптың авторы. Америкалық миллиардер, қаржыгер және Bridgewater Associates инвестициялық компаниясының негізін қалаушы Рэй Далио қаржы саласына қосқан ерекше үлесімен танымал. Айтпақшы, ол нарықтағы кез келген өзгеріске төзімді келетін портфель жасаған адам. 1949 жылы ақш-тың Нью-Йорк қаласында дүниеге келген, Лонг-Айленд университетінің қаржы саласы бойынша бакалавр дәрежесін алып, әрі қарай Гарвард бизнес мектебінде білімін жалғастырған. Ол небәрі 12 жасында Northeast Airlines акцияларына өзінің алғашқы жинақтарын салып, қор әлеммен жастай таныса бастаған еді. Университетте оқып жүрген кезінде Далио биржада шикізат фьючерстерінің саудасымен айналысып, бұл кейіннен оған Merrill Lynch компаниясына жұмысқа орналасуға септігін тигізеді. 26 жасында Рэй Далио Bridgewater инвестициялық қорының жұмысын бастайды. Жас қаржыгер бұрынғы жұмыс орындарынан көптеген клиенттерді, соның ішінде Макдональдс сияқты ірі ұйымдарды өзіне тарта алды. Далио стратегиясы. Рэй Далио қор нарығы дағдарыс кезінде тұрақтылықты сақтау қабілетімен танымал. Ол әлемдік нарықта ең қиын кезеңдерде активтерді дұрыс теңдестіру арқылы портфелін плюсте сақтап қала алған ерекше тұлға. Бүгінгі күнде Bridgewater көшбасшы ұйымдардың бірі. Мысалы, кез келген жағдайда лайықтала алатын портфель стратегиясы мынандай негізгі компоненттерден тұрады. Кең нарықтағы акциялар, ұзақ мерзімді облигациялар, орта мерзімді облигациялар және алтын. Біздің төртінші кейіпкеріміз әйгілі инвестор, Колумбия бизнес мектебінің профессоры және меншікті капиталды скринингтің алғашқы жүйесін жасаған Джоэл Гринблат. Ол өзінің стратегиясын 2005 жылы акциялар нарығы жеңімпазының кішкентай кітабы атты еңбегінде жариялады. Өмір баяны жайлы айтсақ, ол 1957 жылы Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Гринблат Пенсильвания университетінің Уортон бизнес мектебінде білім алған. Сондай-ақ бір жыл Стэнфордте заңгер мамандығын оқып, бірақ қаржы саласындағы қызметіне байланысты оқуын аяқсыз қалдыруға тура келді. 1985 жылы Greenblatt Gotham Capital Hedge қорын құрып, ол 9 жыл ішінде орташа жылдық кірісті 30%-дан жоғары көрсетіп отырды. Қор қайта құрылымдауға жататын күрделі компанияларға инвестиция салуға бағытталған. Greenblatt стратегиясы. Greenblatt үнемі лайықты бағасын алмаған компанияларға инвестиция салуға дайын болған. Және оның сиқырлы формула стратегиясы екі негізгі қаржы коэффициентіне негізделген: капитал табыстылығы және кірісі. Олардың біріншісі сапа көрсеткіші қызметін атқарса, екіншісі құн көрсеткіші қызметін атқарады. Инвестор осы критерийлер бойынша ең жоғарғы ұпай жинаған компанияларды таңдап, Greenblatt инновациялық әдістемесінің негізінде өз қаржысын инвестиция ретінде салады. Англия банкін банкротқа ұшыратқан адам деген атпен танымал тектес америкалық қаржыгерді білмейтін адам жоқ шығар. 1998 жылғы әлемдік қаржы дағдарысы үшін жауапкершілікті мойнына артып, сонымен қатар бірнеше елдің ішкі істеріне араласты деген айыпқа ие. Ол 1930 жылы Венгрия Будапеш қаласында дүниеге келіп, 1947 жылы Ұлыбританияға көшіп кетеді. Туманды Альбионда Лондон экономика және саясаттану ғылымдарының мектебін бітіріп, содан кейін Singer & Friedlander банкінің арбитражды бөліміне жұмысқа орналасқан. 1992 жылы Сорос британдық фунттың айтарлықтай артық бағаланғанын байқап, валютаны қысқарта бастады. 10 миллиард долларға жуық қысқа позицияларды ашып, басқа трейдерлерден озып кетті. Солай британ валютасының құлдырауын бастады. Сорос осы кезде шамамен 1,5 миллиард долларға жуық табыс тапты. Сорос стратегиясы.
Сороста ешқашан нақты бекітілген стратегиясы болмаған. Ол қаржы алхимиясы кітабында былай дейді. Менің жеке даралығым менде нақты инвестициялық стильдің жоқтығы. Әр жолы бір жаңа нәрсе, жаңа тәсілдер, жаңа әдістер, мақсаттарға жетудің жаңа тәсілдерін қолданамын. Оның жетістігінің сыры көпшіліктің реакциясын алдын ала болжау білу және табандылығында. Достар, осы заманның ең танымал инвесторлары және олардың стратегиясы туралы видеомыз сіздердің көңіліңізден шықты деп үміттенемін. Сіздер лайк басып каналға жазыла беріңіз, ал мен осы видеоның екінші бөлімін, яғни тағы да танымал 5 инвестор туралы видеоны жасауға кеттім. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.